Бүгінде күйеуін жамандайтын әйел некен саяқ. Егер олардың әңгімесін ести қалсаң, бұл дүниеде жөні түзу еркек қалмаған сияқты. Жоқ, өз басым бұған келісе алмаймын. Сондықтан Құдай қосқан қосағым жайлы айтып отырмын. Біз Асылбек екеуміз сүйіп қосылдық. Қазір 2 ұл, 2 қыздың анасымын. 5-шіме жүктімін. Асылбек мені қыз күнімде қалай жақсы көрсе, әлі де солай еркелетеді. Алақанына салып аялап ұстайды. Күйеуім де, мен де жоғары оқу орнын бітіргенбіз. Бірақ мен күйеуімнің балаларымның жағдайын жасап, үйде отырамын. Меніңше, егер күйеу жақсы табыс тауып тұрса, әйелдің үйде отырғаны жөн. Құдайға шүкір, менің Асылымның әжептәуір қызметі бар. Өз ортасына сыйлы жан. Үйімізден қонақ үзілмейді. Кейде қаптаған қонақтан шаршап кетемін. Бірақ күйеуімнің көңілі үшін бәріне де шыдаймын. Сосын менің күйеуім басқалар сияқты қонақпен бірге жалпиып отыра алмайды. Оларды менімен бірге күтісіп, көмектесіп жүреді. Балалардың жас кезінде де үйдегі тірлікке қолғабысын тигізіп, маған көп ауырлық салмауды ойлайтын. Асылбектің мен ауыра қалсам тіптен мазасы қашады. Өткен жылы бүйрегім қатты ауырып, ауруханаға жатып қалдым. Сол кезде Асылым ауруханаға тамағымды да, дәрі-дәрмегімді де өзі әкеліп тұрды. Күніге 2 рет таңертең ерте, кешке жұмыстан қайтқан соң соғады. Оның төбесі көрінгеннен бар ауруымды ұмыта кетемін. Күйеуімнің жылы сөзі, мейірімі мен ауруымнан тез айықтырып жібергендей болады. Расында да солай. Ал ауруханада жатқанда Асылбек 4 балаға да өзі қарап, бәрінің сабағын қадағалап, тамақтарын дайындап береді. Сосын Асылбек қайда барса да мені жанынан қалдырғысы келмейді. Екеуміз үйге қажетті заттарды да ақылдасып бірге аламыз. Шипажайға да бірге барып емделіп қайтамыз. Асылымның мені үйде қалдырып, жалғыз өзі кеткен жоқ. Ол маған туған күнім, мейрам сайын гүл, қымбат бағалы сыйлық сыйлауды ұмытпайды. Әрқашан күліп, әдемі болып жүруімді қалайды. Осындай түсіністік, өзара сыйластықтың арқасында шығар. Асылым екеуміз 15 жыл бірге тұрсақ та, бет жыртысып, қатты ұрыспаппыз. Кейде болмашы нәрсеге бола реніш туындап жататын. Бірақ ондайда күйеуім орынды әзіл айтып, демде жуып шайып жіберетін. Қазір өзімнің осындай парасатты адамның жары болғандығым үшін ішімнен тәуба деп отырамын. Асылымның мінезі, маған деген сезімі өзгермесе екен деп тілеймін. Кейде небір ойларға да берілемін. Сырт көзге жап-жақсы көрінетін отбасылардың тоз-тозы шығып, ерлі-зайыптылардың ажырасып кеткендерін көргенімде шошынамын. Я, адамды шайтан азғырмасын. Шайтанның азғыруына түскен еркектің де, әйелдің де жуық арада дұрыс жол таба алуы қиын. Мені Асылбектің арақ ішпейтіні қуантады. Бұрын ол аз-аздап ұрттап тұратын. Қазір мүлдем аузына алмайды. Намаз оқуға ниеттеніп жүр. Жұмысы қанша қиын болса да, уақыт тауып жұма намазға барып тұрады. Мен күйеуімнен осы уақытқа дейін бір былапыт сөз естімеппін. Ашуланса да сабырға жеңдіріп, ешкімді тілдемейді. Мен күйеуімді осындай жақсы қасиеттері үшін пірімдей көріп сыйлаймын. Оның бар айтқаны мен үшін заң. Ол бар нәрсені ақыл таразысына салып, ойланып шешеді. Сондықтан күйеуімнің қателеспейтініне сенімдімін. Міне, менің жарым осындай адам. Құрметті оқырман, әңгімені соңына дейін тыңдағаныңызға рахмет. Тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.